Всем привет! С вами Гульдана. Сегодня у нас такая рубрика. Вот в этот момент я включаю свой телефон музыку и вот так. Макияж жасай отырып мен өзімді таныстырып өтіп кетейін. Мен осы жақында ғана блогты бастап қолға алған болатынмын. Менің жасым 17-де, мен Шымкент қаласының тұрғынымын. Солай. Мен 11-ші сынып оқушысымын. 2024 түлегі. Қазір мен осы кремді алып бетіме жағатын боламын. Оны жақсылап бетіме сіңдіріп, осылайша боянатын боламыз, яғни боянуға дайындалатын боламыз. Челкам маған кедергі жасамас үшін мен челкамды осындай қыстырғышпен, яғни жинап алған болатынмын. Менде осындай тоналка, ол меркейдің тональные. Мен оны қолыма жақсылап өзіме керегін құйып алып, және де кисточкаға жағып, бетіме әрі қарай жақсылап сіңдіріп жаға бастадым. Кисточкамен өзімізге керегінің барлығын бетімізге жағып алғаннан кейін жақсылап мен спонжбен бетімді қайтадан өзіме керек тональныйды қолыма құйып алып, оны қайтадан щеткамен бетіме жағып шықтым жақсылап. Оны жағып болғаннан соң мен қайтадан спонжбен бетімді жақсылап сіңдіріп жағып шықтым. Осы жерде карандашпен стрелка сызған болатынмын. Ол маған аса қатты ұнаған жоқ. И мен оны өшіріп тастап, подводкамен сыздым стрелканы. Қасым қатып сабыннан соң жақсарғаннан кейін осылай карандашпен керек жерлерін бояп алған болатынмын.
Потом контурды осылай қолыма алып, щеткаға жағып, қасымызға жағып формасын келтіріп осылай сызған болатынмын. Всем приятного просмотра. Поддержите меня и поставьте лайк и пишите комментарии. Всех люблю, обнимаю вас. Всем пока.